Сәлем достар, ал кеттік ендеше Vovius программасын орнатқан болсаңыз құтты болсын. Енді бұл видеода давайте сразу тез-тез Vovius'ты үйретіп жіберейін. Vovius VS 3 және де қазір мен мінекей поискқа жазайын. Әртүрлі форматта ашылатын болады. Audio Units және де VS 3. Егер Logic болса міндетті түрде Audio Units қана ашылады, сізде VS 3 қолданбайды. Cubase, Reaper, басқа Filk, басқа программа болса VS 3 қолдайды. VS 3-ті ашқан кезде ол сразу ARA режимінде ашылады. ARA режимінде мен алдыңғы видеоларда түсіндіре кеткем, соны көрсеңіз, қазір мында белгілей кетем, толық түсінесіз ARA режим деген не екен. Енді кеттік, менде мінекей Vovius 2 неде тіркеліп тұр, 2 каналда, бірінші вокал, одан кейін екінші вокалда тіркеліп тұр менде мінекей. Vovius екеуі VS 3 форматында ашылып тұр. Vovius 3 мінекей ашылған кезде бүкіл вокал, зумды қалай істейміз, ең бірінші содан бастайын. Оңға тартқанда былай бұралады, мышканы оңға солға бұрағанда астыға үстіге shiftпен керісінше оңға солға, жай астыға үстіге домалатқанда былай бұралатын болады. Сіздерде Windows'та, менде Mac сенсор болғаннан кейін менде сенсормен бүйтіп істей беремін. Немесе зумды мына жерге барғанда бүйтсеңіз, не горизонтальный зум болады. Мына жерге барып мышканы домалатсаңыз, вертикальный зум болады. Және де тағы да сразу мына жақта алыста жүрген болсаңыз, F-ті бассаңыз, сразу мына не қайда тұр, жәнегі плейбек қайда тұр, соған өз апаратын болады. Адасып кетіп, аудио қайда кетті, вокалым қайда кетті, бүйтіп мына жақта жүрсеңіз, F-ті басасыз, болды соған барады. Және де горизонтальный зум, яғни мен астында жатсам, мысалы ең астына кетіп қалған болса, Z-ны бассаңыз, соған қайтып келеді. Түсіндіңіз ғой? Таппай қалсаңыз, не? F, пробел басқаннан кейін F, Z-ны басасыз, сол мына тұрған жерді өз топ береді осылайынан. Так, бұл бірінші кеттік. Аудионың барлығы неге былай ашылатын болады, не? Барлығы бізде қазір вокал 2 ашылып тұр, не? Екінші вокал читаться етіліп тұр. Бәрін асықпай қазір түсіндіре кетем. Толықтай қарам, мынау тоже авто зум деген сөз. Мынаны бүйтіп басатын болсаңыз, неге қалай мынаны қайсыған қосуға болатын көрініп тұр. Resize, left, right, case, follow cursor, не барлығын басып қосып қоюға болады. Follow cursor деп бассаңыз, курсормен бірге жүреді деген сөз. Яғни жақындатайық, мысалға Z-ны басып. Мынаны бүйтіп жақындатамыз, мынаны да жақындатамыз. F-ті басамыз. F-ті басқан кезде мінекей авто